қайырлы күн. Аты-жөнім Қуанышбай Диас, Алматы облысы Кеген ауданы Жасай ауылы Майдорған орта мектебінің 9 сынып оқушысымын. Менің отаныма, менің бастамам атты облыстық жобасына Қазақстанның 7 кереметі номинациясы бойынша қатысушымын. Бағыттағы шеберлікке Қазақстанның 7 кереметіне осы нысандар енгізілген. Таңбалы тас, алтын адам, қазақтың киіз үйі, домбыра, яссауи кесенесі, Маңғыстау жер асты мешіті, Астанадағы Бәйтерек монументі. Мен туған өлкемнің тарихын зерделей келе, 8 керемет ретінде осы бәйгеге өзімнің Қарқара жәрмеңкесі тарих пен даму тоғысы атты жобамды ұсынамын. Жобаның мақсаты осы тарихи брендті қазіргі туристік индустрияда қалай қайта жаңғыртуға болатынын көрсету. Жобаның өзектілігі бірінші, Қарқара жәрмеңкесінің экономикалық үлгісін қайта жаңғырту, аудан бюджетіне қомақты салық түсімдерін қамтамасыз етеді. Екінші, кешен аумағындағы 229 сауда орнын заманауи павильондар ретінде жалға беру тұрақты кіріс көзіне айналады. Үшінші, Хан Тәңірі шыңына бағытталған халықаралық аудан. Экономикасына шетелдік инвестиция мен валюта ағынын әкеледі. Төртінші, ат спорты мен этнотуризмді дамыту жергілікті халық үшін жаңа жұмыс орындарын ашып, ауыл шаруашылығы өнімдерін тікелей өткізу арқылы ауданның жалпы ішкі өнімін өсіреді. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында сауда алпауыты атанған Жетісудағы Қарқара жәрмеңкесі 1893 жылдан бері ресми жұмыс жасап, тек қана 1915 жылды алсақ, тауар айналымы 1 миллион рубльден асқан. Сол кезде тауар құнын ісек қоймен бағалаған, яғни валюта рөлін атқарған. 1916 жылы бала өлгенше шал өлсін деп атқа қонған ұзақ жәрмеңке батыр бастаған азаттық көтерілістің дәл осы жәрмеңкеден басталуы отаршыл империя тарапынан жәрмеңкені жойып жіберуінің бір себебі болды. 1930 жылы кеңестік тұрғыдан қалпына келтіру шаралары жәрмеңкенің бұрынғы қалпына қайтара алмады. Бұл менің жобамның жасаған макеті. Бұл макетті қысқаша таныстырып кететін болсам, кешені теңіз деңгейінен 2200 метр биіктікте орналасқан. Шөбі шүйгін, ауасы таза, тарихи жайлауда орналасқан. Кешені келесі негізгі нысандардан тұрады. Аттық спорт аренасы, Ереуіл Төбе мемориалдық кешені, жаңа Қарқара сауда павильондары, этно ауыл қонағы кешендері, саумал мен емдеу, табиғи су, батпақ көздері арқылы емдеу, экономикалық пайдасы мен кіріс көздері, жоба